Бірде Төле би атамыз өзінің жігіттерімен бір топ үлкен бір даулы мәселемен Түркмен еліне барады. Содан қайтып келе жатқан кезінде жаңағы арқада Қазбек бидің ауылына соғады ғой жаңағы. Сол Қазбек би сол Төле би атамыз келген кезде сол ауылдың ішінде үлкен ордада жаңағы бір даулы мәселені шешіп отырады екен. Содан енді ақсақалдар, билер, игі жақсылардың бар орданың ішінде, Қазбек бидің қасында жаңағы. Соны Төле би атамыз келіп жігіттерімен сырттан жаңа сөйлесіп қалады ғой. Ей, кім бар деп жаңағы. Үйден ешкім шықпайды. Төле би атамыз жаңағы енді күбірлеген дауыс үйдің ішінде шығып жатыр, орданың ішінде. Үйден ешкім шықпағаннан кейін ордадан Төле би атамыз аттың басын бұрып, кеттік жігіттер деп жаңағы кетеді. Содан жаңағы Қазбек атамыз даулы мәселені бітіріп бір заманда, әй жігіттер, жаңа бір сырттан сөйлес қылды ғой, кім екенін барып қараңдаршы дейді. Сөйтіп жігіттер жаңа сыртқа қараса, ауылдан бір 10 шақты адам атпен анау жақта шығып баратыр екен. Содан жаңағы мамағыштағы атқа қарып мініп шауып барып қараса, Төле бидің өзі екен жаңағы. Ассалаумағалейкум ата деп атынан түсіп, біздің би үйде жүріңіз деп бәйек болды дейді жаңағы. Сонда Төле би атамыз өзі тік мінезді ғой, өзі батыр, кішкене қырсықтау мінезі бар жаңағындай, айтқаннан қайтпайтын, бір сөз екі рет қайталамайтын мінезі бар кісі. Әй шырағым, біз бір барған жерге екінші рет бармаймыз деп жаңағы атын шу деп тебініп кете барды дейді. Содан бағанағы жігіт қайтадан өзінің атына мініп ордаға шауып келген мезетте үйден кіре берген кезде жаңағы Қазбек бидің салы суға кетіп, басын төмен қаратып, біліп едім, Төленің қайтып оралмайтын, ол мен білетін Төле ғой бір беткей. Ол айтқаннан қайтпайтын Төле ғой деп отыр дейді. Сонда ауылдың жаңағы билері, ақсақалдары, ау ағата дейді екен. Ағата, өзіңіз бармайсыз ба? Өзіңіз досыңыз бірге өскен тайғұлындай тебісіп, серігіңіз ғой. Өзіңіз барсаңыз деп, жоқ. Мен барсам да қайтпайды ол. Мен Төле бидің мінезін білем ғой деп жаңа отырады. Бір заманда қараса, бағанағы билердің әңгімесін тыңдап, ақсақалдардың мәжілісінде бір топ жаңа жас балалар болады екен. Солардың арасында атасының жаңа тізесіне басын қойып, 8 жасар Жол жақсы деген бала жатыр ғой жаңағы. Содан Жол жақсы айтыпты, ағата деп айтады дейді. Ана жылқыдағы шұбартайды маған ұстап берсеңіздер, мен қазір ол шалды дейді. Алдыма сап, сатырлатып, көк білем осында деген екен. Бүйтіп шалдарым бар қарақап, өй, тегей, мынау не деп жатыр деп жаңағы. Содан Қазбек би төмен қарап отыр, бір кезде қарап, әй, мына бала періште ғой дейді. Жігіттер ана барыңдар да жылқыдағы шұбартайын ұстап беріңдер, барып келсін деп батасын беріп жібереді. Әне-міне деп жаңа жылқыдағы шұбартайды ұстаймыз, анау-мынау деп жүргенше Төле би атамыз бір 4-5 қарасы кетті. Одан бағанағы 8 жасар Жол жақсы шұбартайына мініп алып, шапқылағынан шапқылап отырып, құйындатып келіп, Төле би атамыздың алдына орағаты кеп тоқтайды ғой. Ассалаумағалейкум аталар, уағалейкумуссалам. Ата, осы мен анау бір ауылдың баласы едім жаңа жолдағы. Қозы бағушы едім сол ауылдың. Сол қозыларды бағып жүріп, анда-санда анау таудың етегіне қақпан құрып қоятыным бар. Суыр және кішігірім маңдар түсе ма деп. Сол бағана қақпандарыма кетіп басам, қозыларым жоқ. Жол-жөнекей бері қарай келе жатқан кезде қозы көрмедіңіз ба бір топ деп жаңағы. Сөйтсе Төле би атамыз атынан бетіп көтеріліп, былай қарап, жоқ шырағым көрмедік деп атын тебініп, шөдеп жүре берсе, ата деп жаңа бала. Сіз осы Төле би боласыз ба деген екен. Я шырағым, болсақ болармыз. Ата, осы сізді көрсем, бір жауабын таба алмай жүрген бір сұрағым бар еді. Соны сізге қойсақ бола ма депті. Ай шырағым, қойсаң қоя ғой деп Төле би атамыз. Содан бағана жас бала ата депті. Осы ағайын туыстың ортасында бір кекілжің, реніштер болады бір-біріне деген жаңағы сол қалай татуласады, қалай бітімге келеді, қалай татуластыруға болады оларды депті. Содан Төле би атамыз, ей шырағым депті, ағайын туыс енді бір ауылда тұрады. Олардың арасында да бір реніш, кекілжің болып тұратыны рас. Бірақ сол сенің мәселен, сенің ауылыңды алайық, сол ауылда бір берекелі бәйбіше болады. Қол ашық отағасы болады.
сол үйден жаңағы бүкіл ауыл үйірі болады, оны қымызы дәмді, дастархан үнем жайылып тұрады ертеңнен кешке дейін. Сол үйге ауылдың ақсақалы да жасы да барғыш болады. Сөйтіп жаңа туысқандар, ренжіскен туысқандар бірін-бірі жаңағы үнемі сол үйге барып жүріп, туысқандар бір-бірінің жүзін көріп татуласып кетеді депті жаңағы. Деп айтты дейді. Ата осы ері мен әйелдің ортасында, күйеуі мен әйел жұбайының ортасында бір реніштері болады ғой. Ол немен тарқайды? Оны қалай татуластыруға болады деп сұрапты. Сөйтсе, шырағым, ері мен әйелдің реніші ол бір жұмадан аспайды. Кейін үлкейгенде өзің түсінесің ғой шырағым деп жаңағы айтты дейді. Содан жас бала жаңағы тайын тебініп, Төлебай атамыздың тұлпарының басына жаңағы тайын жақындатып келіп, ата, үшінші сұрағым қойыншы деп айтты дейді. Қоя қой шырағым деп. Аға мен інінің ортасында реніш болады ғой депті. Ол немен тарқайды? Сондай шырағым, аға мен інінің ортасында да реніш болып тұрады. Бірақ аға бордан болады, іні зордан болады. Бордың атасы тас, анасы құм. Тас мүжіледі, құм үгіледі. Іні кесірлі болса да, аға кешірімді көрік дейді. Соны айтқан сол екен, бағанағы жол жақса Төлебай атамыздың шылбырынан шап беріп, «Ей талайды тілімен таптаған тәкаппар шал» дейді. Бағана ғана ініңнің жаңа бір еркелігін көтере алмай, жоныңды теріс сап кетіп барасың ғой, түс қана алдыма деген екен. Сонда Төлебай бірден мойындайды ғой жаңағы. Сөзден ұсталды ғой. Өйткені Төлебай айтып тұр, аға бордан болады, іні зордан болады, тас мүжіледі, құм үгіледі. Ол інісі кесірлі болса да, ағасы кешірімді болу керек. Ол тас сияқты мүжілсе де, құм сияқты үгілсе де, ініге кешіріммен қарау керек деп айтып жатыр. Бірақ Қазыбек бидің жаңағы бір күтіп алмаған ренжіп өзгетіп баратыр мысалы. Сонан баланың интеллектуалдық деңгейін қараңыз. «Ей талайда тілімен таптаған тәкаппар шал». Бағана ғана ініңнің бір еркелігін көтере алмай, өзің ғой кетіп баратқан теріс айналып дейді да жаңа. Алдыма түс деген екен. Сонда Төлебай атамыз, ой шырағым, сөзден жегілдім дейді. Сонда айтады, Төлебай ата дейді. Бағана аға тама уәде бергем. Қазір ол шалды алдыма салып сатырлатып қуып келем. Алдыға түс дейді. Ой шырағым, оған да көндік дейді. Оған да көндік. Бірақ атымды сабасаң да өзімді сабамаш деген екенші. Бір кезде жаңа Қазыбек би бастаған үлкен ел ағалары, билер, ақсақалдар орданың ішінде отыр, не болар екен деп барып жол жақсы да ғой енді. Сол бала кеткен, уақыт өтіп жатыр, жоқ жол жақсы. Бір кезде жаңа дүдүдүк жылқының жаңағы топырлаған дауысы келе жатыр дейді. Бір кезде бәрі ортадан шығып қараса, бағана жол жақсы дейді. Тайына мініп алған Шұбартайға қамшысын айландырып Төлебайды қуып келе жатыр дейді. Ендігәрі ағатамның ордасынан аттап кетесің ба? Түстіңінің алдыма түс деп сабақ келе жатыр дейді жаңа. Сөйтіп бір кезде келгеннен кейін Төлебай да риза дейді. Қазыбек бидің қуанышында шек жоқ, енді асыл досы ғой енді. Сөйтіп ана баланы тайынан өзі түсіріп, Төлебай атасын сөзден мұқалтып, алдына сап қуып келген дана бала деп атасын берген екен. Сонда енді бүгінгі таңда жалпы біздің үлкен кемшіліктеріміздің бірі, өзіміз көп ақиқатты білмейміз, руханиятты білмейміз, дәстүрден алыс кетіп қалдық. Ал баяғыда біздің жаңағы бабаларымыз, ақсақалдарымыз немерелерін ертіп жүретін болған, сөйтіп тәрбиелеген. Сондықтан бізде мысалы өзіміздің жұмысымыз көп бүгінгі таңда, шаруамыз көп, бірақ ұрпақ бала ол өсіп кетеді, тез өседі бала. Қазақ айтады ғой, ұл 15-ке келгенше қолға ұстаған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тыңдамаса тоңызың дейді. Ертең 15-ке келіп бой сорайып тұрған кезде мына бала қайдан шыққан деп қаласың мысалы, өзің әңгіме айтатын жағдай болады. Сондықтан өзіміз білмейтін болсақ, білетін адамдарды шақырып, дастархандас болып, солардың рухани әңгімесін тыңдап өскен бала, ол ертең еліне де жеріне де қорған болады. Өйткені біздің бабаларымыз білген. Қазыбек би жас кезінде Тайкелтер мысалы, көптеген билер тарихта қарап отырсаңыз, үлкен ақсақал билердің батасын алған. Өйткені қазақ айтады, бата менен ергі көрер дейді, жаңбыр менен жергі көрер дейді. Сондықтан бүгінгі ұрпақты тәрбиелеу жолында осындай жақсы мүмкіндіктер қолдануымыз керек. Мысалы, су құятын ыдысты қойып, құмғанмен бірге үйге бір кісі келген кезде, баламыз 5 жасар, 10 жасар жүгіріп шығып, қолына су құюды үйрету керек. Сол кезде бағанағы үлкен кісі келіп, «Ей шырағым, өркенің өсін, рахмет». Рахмет деген сөздің өзі Алланың рахымы болсын деген сөз.
Алла разы болсын дейді, өркенің өсін дейді, көсегің көгерсін дейді. Құдайға шүкір, бүгін қазақ даласында білімді азаматтар өте көп. Солармен дос болып, өзіміз білмесек те, сол білетіндерді үйімізге шақырып, бала шағамызды тыңдатқызатын болсақ, ертең сол сіздің балапандарыңыздан жақсы азаматтарының өсіп шығатынына мен кепілдік беремін.